Әжена қандай оюлар? Бұл қазақтың оюлары. Бұл оюды текеметке жапсырады. Киімдерге жапсырады. Міне сенің киіміңде де оюлар бар, қазақша оюлар. Менің киімімде де қазақша оюлар бар. Мынандай сырмақ дегенге жапсырады. Мына сырмаққа жапсыратын оюлар мыналар. Міне қошқар мүйіз деп аталады. Мына мүйіздің оюлар, қошқар мүйіз оюлар. Міне көрдің бе? Қошқар мүйіз оюлар. Міне қошқар мүйіз оюлар. Міне бүйтіп жапсырып текеметке салады. Қазақтар текемет басады. Текемет дегенді білесің ба? Қойдың жүнінен бұрынғы аталар қойдың жүнін бүйтіп сабап, сөйтіп текемет жасаған, бүйтіп басқан шиге салып. Білдің бе? Сөйтіп оған мынандай оюларды жапсырып бүйтіп қойған. Білдің бе? Жапсырып сөйтіп жаңағы ойып сөйтіп бетіне жапсырған қалып. Апалар, бұрында апалар сөйткен. Қазір ондай істейтін апалар жоқ. Апана қандай оюлар? Бұл оюлар қазақтың бұрынғы көне оюлары. Бұл оюлар майда оюлар, ірі оюлар болып бөлінеді. Мыналар міне майда оюлар. Міне майда оюлар міне. Оюлар қошқар мүйіз деп аталады. Бұл оюларды сырмаққа жапсырады. Сырмақ деген қазақтың төсеніші болған. Соған сырмақтарға жапсырады. Текеметке салады. Мына оюларды текеметке жапсырады. Текемет дегенді білесің ба? Текемет деген қазақ. Мені әже сабақтарын. Ай, рахмет. Дәу қыз бол. Жапсырып тігесің, сырмақтарға тігесің. Сырмақ деген қазақтың төсеніші. Мынандай кілем сияқты төсеніш. Түсіндің ба? Сол төсенішке мыналарды сырмаққа бүйтіп жапсырып, бүйтіп тігесің. Бүйтіп, бұлай, бәрін ойдың шетіменен бүйтіп, бәрін тігіп шығасың. Қазір қолмен тікпейді, қазір. Сол кесу не ол? Сол кесу деген қазақтың ежелден келе жатқан дәстүрі. Кішкентай бір жасқа толған баланы тұсауын жүріп кетсін деп тұсауын кеседі. Білдің бе? Ол тұсауды бір жақтан аяғын ала жіп есетті, ала жіппен баланың тұсауын кеседі. Сосын бала жүріп кетеді. Ол қазақтың ырымы.